Я күшті, иә? Шай ішейік, давайте. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Все, по-моему, всех подключила. Остальные деп. записьте болады енді. Бүгін қалай, кездесулеріңіз қалай, күшті болды ма? Күшті болды. Я аптасына бір рет солай кездесіп тұрыңыздар, кім қай қалада, бір-біріңізге жазыңыздар, ұялмаңыздар, бірге барып кездесіп тұрыңыздар, потому что кездескен тоже хорошо. Қайттым. Ау? Оның нервына тиіп қайттық деймін. Өсет ол, өсет. Шығарып па? Бүйтеді ғой. Естіп, ашулан өзімен өзі жынданып кетеді осы қыз деп қойды ғой. Ашулануға дейін аппараттады. Ашуланғаным сонша стресс релиф алып қайттым, айналайын, арзан алам деп тұрып қымбатын алып кетіп қаптым, еще оны без подарка алып кетіп қаптым. Ашумен. Иә, басым істемейді. Подаркамен алдың ба? Подаркамен алдың ба? Жоқ, сол подаркасы бар екен, бағана сіз айтқан кезде есіме түсті ғой оның мен. Мен де тек тек сол мекен десем, кажется, үшеуі де бар екен подаркаде. Давайте к делу. Сіздер не қылдыңыздар? Ертең бізде уже последний день болады. Марафон біздегі клиентский чатқа жүргізіп атқан по мышлениям и клиентский чатқа. Ол чаттағылар енді ол жақтағыларға мен жаңа сілтеме жіберем. 23 күні, ертең сабақтан кейін 23 күні ол чатты тазалаймыз. Сосын жаңа партнерларды қосамыз ол жаққа. Ол жақтағы кураторлармен бірге сіздер отыра бересіздер, жаңа партнерларыңызды қоса бересіздер. Дальше продолжаем. Потому что біз кураторлар осы потокта оқыған адамдарымызбен бірге ары қарай Инстаграм сабағына кіреміз. Инстаграм, ТикТокты качать етеміз ары қарай, сөйтіп сол бір-бірімізді сөйтіп ары қарай көтеріп, сөйтіп командная работа жасаймыз. Телегамызды сүйреміз сөйтіп. Сосын мына жаққа мен айтқан едім сіздерге, біз жаңағы не жасаймыз деп, клиентский чатта тіркелген клиенттеріңіз болса, тіркелген клиенттеріңіздің бәрін қоссаңыздар болады, бірақ бір ауыз айтасыздар. Әл жерде адам санын көбейтіп отыратын адам қажет емес бізге. Реально 2 сағат уақытым бар, давай попробуй 100 000 теңге табайын деген сондай желаниясы бар адамдар болса қосасыздар. Ал енді желаниясы бар, бірақ тіркелмеген болса, клиент қылып тіркеп аласыздар, содан кейін барып қосасыздар. Регистрационный номер міндетті түрде керек деп. Потому что ана жерге кірген кезде мен сұраймын, регистрационный номерларыңызды сұраймын міндетті түрде барлықтарын, или сіздер өздеріңіздің адамдарыңызды қадағалайсыздар, жаңағыдай регистрационный номері бар адам болу керек міндетті түрде. Сосын сол жерде клиентский чат, мышление сабағы өтеді, и сөйтіп бір аптадан кейін ол кісілерге біз не істейміз? Мен бір апта сабақ жүргіземіз, бір апта сабақ жүргізгеннен кейін біздегі базовое очищение бар ғой, истоки чистоты, тригель, сосын фитосорбентпен бір чай, осы жаңағы генеральный уборка организма ғой, осы өнімдерді айтамыз, сосын сол өнімдерді активировать етіп алған адамдар ары қарай бізбен бірге TikTok, Instagram сабағына өтеді, кездесуге, сосын осылай жаңағыдай аптасына бір рет кездесесіздер ғой Алматыда, енді Құдай қаласа. Алматыда, Астанада, жалпы қай жерде болсын, кездесу бір аптасына бір рет кездесу жасап тұру керек. Өйткені жаңа партнерлар қосылады, жаңа клиенттер қосылады, айтамыз, бізде еще Алматы, Астана қалаларында аптасына бір рет кездесу болады деп, Давайте солай кездесу ұйымдастырайық, сіздер кездесіңіздер, біздер кездесейік. Сөйтіп, адамдарымызды онлайнда, офлайнда барынша жұмыс жасатайық, Потому что маған бағана бір кісі жазыпты, бізде обучениеде видео жіберді ғой, Сако, біз кездесіп жатырмыз деп, маған бір кісі жазыпты. Мен даже Алматыда тұрмасам да, если осындай кездесулер болатын болса, мен жұмысым үшін, бизнес үшін билет алып, мен баратын едім. Таңертең кешке билет алып, туда и обратно, ондай офлайн обучениелер болса, даже басқа қалада тұратын кісілер сөйтіп жазып жатыр, біз баратын едік деп. Так, это хорошо. Ол сол ұсыныс, мысалға, менің басыма келді, значит, біз
уже бір күнді белгілеп, постоянно сол күні осындай уақытта кездесеміз деп, аптасына бір рет Астанада, Алматыда, сосын қай қалаларда біздің неміз бар, 2-3 партнер болса болады уже кездесе беруге. Барлық қалаларда офистарымыз бар ғой, Құдайға шүкір кездесіп тұрайық. Пока осы Астана, Алматыны қолға алайық. Өйткені басқа қаладан да келіп, біз оқу үшін, бизнес үшін келеміз, келгіміз келеді деген сондай ұсыныстар түсіп жатыр. Вот, сіздердің кездесіп оқығандарыңызды көріп қызығып жатыр адамдар. Сонымен солай. Енді сіздер максимально кешегі мен жіберген, жаңағы алдындағы жіберген Zoom вебинарды қараңыздар, тағы да бір рет түсініңіздер, қайда шақырып жатқандарыңыз адамдарыңызды. Сосын кешегі YouTube-дағы түсіріп жүрген видеоны да қараңыздар, сөйтіп максимально адам жинаңыздар. Ол жерде сіздер қараңыздар да, бүгін мысалға маған біздің өзіміздің осы партнерлар, куратор болып жатқан қыздардың өзі мінекей Сағдат айтып жатыр, бір күшті дух пайда болды деп, Анар ханым айтып жатыр, кәдімгідей өзімізде прокачка жасап қалдық, өзімізге өзіміз кәдімгідей андай не болып жатыр дейді, как сказать, уверенность пайда болды деп, сол кімде мысалға, Дариғада мысалға прокачалась очень хорошо. Сіздер сол Гүзат апай да айтады, жақсы өстіп оқытып, өзімізде үйреніп жатырық деп. Вот, это, знаете, это классно, действительно. Өйткені сіздер ана кісілермен сабақты бірге қарайсыздар да, мен айттым ғой алдында, оқып, мысалға, үйреніп жатқандағы сабақты қарау басқада, сіз уже үйрететін адам болып сабақты қараған кезде, кәдімгідей ана жерде пропускать еткен нәрселеріңіздің бәрін байқайсыздар ғой. Потому что действительно, уже сіз біреуге үйретейін деп жатқаннан кейін, үйренген нәрсеңізді тағы да бір қайталап қарап алайын. Мына жерде сұрақ келіп қалса қалай жауап беремін? Я должна на автомате ответить деген сияқты, ананы қайттан қарап, қайттан конспектлеген кезде уже өздеріңіз басқаша уже ощущение аласыздар, у вас ответственность уже на команду будет, да, и на эту волну, вообще білесіздер ғой, барлықтарыңыз бізде энергетика жұмыс жасайтынын, Тут, в общем, сетевойға простой адамдар келмейді, сіздерге айта қойын. Сондай энергетикасы бар, қасиеті бар, мықты, сондай адамдар келеді бұл жерге. Өзінің өміріне, өзі хозяин адамдар келеді. Мысалға, вот сол сияқты, міне сіздерде уже андай не болады, как сказать, сіздер ашыласыздар, бірте-бірте ашыласыздар. Командаларыңызды сол, уже сол волнаға сіздерге жаңа адамдар келеді. Жаңа адамдар келіп, соған қалай команда құрып кеткендеріңізді білмей қаласыздар. Мен кезінде Татьяна Гор мені осылай бірінші Ирина Козуктың несіне группасына, біздің вышестоящий глобал бизнес лидеріміз ғой қазір мысалға, да, бұл кісінің группасына шығарған кезде мен мысалға қорықтым, но бірақ шықтым қорқынышымды жеңіп, да, потому что маған действительно ана быстрый стартты уже 40 рет көрген ғой. Сонда да андай мен оқытатын адам болып көрген кезде маған уже басқаша болды. Гүлжахан, отырыпсың да. Питомнер жинап кеткен еш? Сонда. Туалетте отырғандар шығыңдар бәрін. Сәлеметсіздер ма? Қалай? Ана Артем Нестеренконың сабағында айтатын еді, қарындарыңды қасып, отқандарың, иықтарыңды тіке қойып, аяқтарыңды жерге тигізіп, нәскилеріңді шешіп, полды чувствовать етіп, сөйтіп, позвоночниктарыңды дүп түзіп отырып, мен тыңдаңдар деп. Сөйтіп айтам мен. Это, знаете, это сіз міне, мен дайынмын дейсіңдер, сосын тыңдамайсыңдар. Бұның бәрі сабақ қой сіздерге. Әшейін еріккенізден шығып жатқан жоқпыз. И қараңыздар да, смотрите, сіздерге просто менде ответственность болды уже командаға деген, мен жатырқаған жоқпын ешкімді. Кейін уже Татьяна Гордың сабағына шыққан кезде біз уже бөліндік қой, көп болып кеттік та. Сол кезде менде уже кәдімгі, менің әлі командамда әшейін бір 2-3 адам бар, әшейін 200 балл істеп отырған. Но бірақ мен дальше продолжать етіп, мен сол азартқа кірдім. Быстрый старттың сабағын сөйтіп өткіздім. Шала-шала орысшамен өткіздім. Еще Татьяна маған айтқан, сен наоборот, сенің орысшаң даже біздің орысшамыздан более понятный, сен андай кәдімгідей бытта пайдаланатын орысшаны айтасың деп та, олар енді өздерінің тілі болғаннан кейін
бәрібір де басқаша сөйлейді ғой мысалға да, и маған айтады да, наоборот, вот сенің орысшаң бытта пайдаланатын орысша, поэтому даже сенікі намного понятнее, чем мы дейді да. Олар андай трафик, контент, мейкер деп сөйлейді ғой, мен ондай сөйлей алмаймын ғой. Мен өзімнің қарапайым тіліммен, орысшалап болса да қарапайым тіліммен, трафикте мен мысалға люди, народ, это жаңағы ходячий дегендерді, люди, которые вам пишут деп түсіндіргені, наоборот, ұнайтын сол орыстарға, представляете? Сөйтіп, мен мысалға өзімді солай наставнигімнің командасына сабақ беру арқылы өзімді прокачка жасадым. Зато кейін мен командама адамдар келген кезде, мен кәдімгідей солдаттар ұқсатып тұрғызып қойып тұрып, уже солдаттар ұқсатып үйрететін болдым, уже кәдімгі капитан команды болдым да. Сол себепті бұл жерде кәдімгідей действительно сондай. И сол волнаға мен уже кәдімгідей көп адамдар маған келе бастады. Мен қалай 11 айдың ішінде қалай 200 адамнан команда құрып, қалай 25 000 балл жасап, мен өзім 500 000 тапқанымды білмей қалдым. Да? Сол себепті это все энергетика работает. Сіздердің жаңағы жұмыс жасап жатқан, уже сіз білесіз, уже айтады ғой, мынау білесіздер ма? Деньги приходят тому человеку, который готов принять эти деньги. Да? И то же самое, да? Не то, что деньги, да? Я готова была принять команду. Неге маған 6 ай бойы командама адам келмеді, я? Потому что я не готова была принять команду, представляете? И оқуды настолько жақсы оқимын, настолько марафондарды өткіземін да. Менің енді наставнигім көріп отыр ғой, мен стараться етіп жатқанымды, и сосын маған айтты, давай, хочешь ран, шық, оқыт деді. Ойбай, орысша сөйлемеймін десем, сен орысша сөйлегенімізді біздің түсініп, осының бәрін істеп отырсың ғой, қазақша істесең де деді да. Давай, енді сен соны істе деп. Солай менің мен көтеріліп кеттім. И то же самое сіздерде де солай болады. Сол волнаға, сол энергетикаға сіздерге адамдар келеді. Мынау қазіргі біздің потокқа қатысып жатқан қыздар, мынау, неге? Прям сіздер бір-бірлеріңіздің түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, чатта шығып, сұраған адамға тез жауап беріп, анау мен бірінші жауап берейін, таласып отыру керек. Мен до сих пор даже осы Алға Қазақстанда отырамын, мен да сол жерде отырып, мен даже өзім структурам емес, вообще басқа структурадағы адамдарға мысалға сұрақтарына жауап беріп, қолымнан келіп жатса видео түсіріп жіберіп, сөйтіп айтып отырамын да мысалға да. Сол сияқты сіздер де самый первый отвечать етуге тырысыңыздар. Анау вопростың ответін іздеп тауып алуға тырысыңыздар, Потому что такой же вопрос біз бір жерде жұмыс жасап жатқаннан кейін, бір салада болғаннан кейін, бір продукция болғаннан кейін, такой же вопрос вам могут задать, да, понимаете? И соның бәрін кәдімгідей сіздер бір-бірлеріңізге поддержка жасаған кезде уже сіздерден андай нәрсе болады. Все, я готова работать с командой, я не боюсь вопросов, я не боюсь вести команду. Оказывается, команда деген оп-оңай нәрсе екен ғой деп. И сіздер келген кезде осы жерде бәрін клиентский чаттан да қорқып келдіңдер ғой. Мысалы, айттыңыздар ғой, ойбай, нет, алдында не Арифлейнде әбден жүксіріп болған, не надо, фиберлікте жүксіріп болған, не надо дедіңіздер да. И тура сол адамдарыңыз кейін алатын болды сіздерден, Тура сол адамдарыңыз, а че сен маған айтпай отырсың, өзің айтпай отырсың ғой деп болса. Гүлзат апайдың бір туысқандары алған еді ғой, 200 балл. Сонда айтты ғой, оказывается, мен оларға өзім айтпай жүр екенмін, әшейін просто бүйтіп жалпылама айтып жүр екенмін да, алса саған керек қой деген кезде, енді айтпайсың ба, ал деп, давай әкел деп, осы неткен пульсбокстен бірнеше бір затты осы туысқаны алған 200 балға. Сол сияқты біз өзіміз, мен алдында да айттым ғой, мы свои мысли сажаем чужие головы. Ол тіпті сіз туралы ондай нәрсе ойламай жүрген адамшылар өзімен өзі уже ұмытып кетті. А сіз ойлап жүрсіз, баяғы фиберликте әбден айтқан едім, қарызға заттарды ал деп берген едім, баяғы Арифлейн бір помадаларын берген едім. Это ваши тараканы, поймите. А именно Сайбердин бұның соған керек, мысалға да. Мен алдыңғы күні отырдым осы жерде, түнгі сағат 1-де шай ішіп отырдым. И сөйтіп кәдімгідей шай ішіп отырдым, өстіп өзім кеудемді сипап, и мен айттым сол жерде, мен терім әдемі болып, өзіме ұнап отырмын деп, и жаңағыдай, еще білмеймін қайда кетіп жатқан, ішім кетіп бара жатыр деп, просто әшейін ночнушкамен отырдым, осылай сөйтіп әңгіме айтып отырдым, и маған ертесінен мен родительницам жазады да, мына үлкен баламмен бірге сабақ оқитын айтады да. Негізі маған керек өнімдеріңіз, осы өнімдеріңіз дейді да. Даже бағасын да сұраған жоқ, мысалға 40 620 теңгеге ма, бүгін алды, ол кісі. Детокс про заказ берді. И сосын жаңағы кім, одан кейін екінші балам, Ғанидың родительницасы Роза деген, ол маған нетті,
маған сізді ол экспиральды платинумды алған болатын, чем вы пользуетесь деп осы мен экспиральды платинумды көрсеткен кезде. И сосын айтты, вот ана бір аппақ ұстап жүрсіз ғой, ана бір косметиканы өткенде видеоңызды таппай қалдым, сол косметика керек маған деді. И мен ол кісіге айттым, как раз скидкамен қазір 20% скидкамен күшті алайын деп тұрсыз. Ана экспиральды ауруымды маскамен нені бір ұрдым, сыворотканы, и содан кейін нені креммен, короче, нені бір ұрдым. Как его? Сөйтіп, короче, 6 өнімді мен ол кісіге скидкамен алып бердім. Экспиральды аурумның полностью сериясын алды, короче, умывалка, антиоксидантный тоник, маскасын, сывороткасын, питательный кремін бәрін алды, короче. Вот, сөйтіп, міне бүгін сөйтіп ол кісіге де сөйтіп сауда жасады да, мысалға. Вот видите, просто әшейін оның бәрі сол сіздердің қалай айтасыздар мысалға да, сол клиентский чаттың өзін жүргізу бізге когда-то проблема была. Мен баяғыда осы менің қазір осы постоянный клиенттерімді өзім жеке-жеке жазып сөйтіп нетіп алғам, мысалға да өзіме клиент қылып алғам. Кәдімгідей родительский чатқа шығып жазатын. Бізде көп қой мысалға балаларымыз анда барады, мында барады, садикке барады. Әшейін қазір осы қырт-сырт әңгіме ғой, 8 мартқа не істейміз, 23 февральға, наурызға не істейміз деп отырған қатындар ғой бәрі. Соларға жеке-жекесіне шығып, кәдімгі осы активный болып отқанда, осы ақша жинайық, давайте деп ақшаларын қайда жіберерін білмей отқан кезде, жекесіне шығып, мен Сибирское здоровье компаниясында жұмыс жасаймын. Если что керек болса, мынандай күшті өнімдер бар деп өзіңіздің әшейін қолданып жатқан өнімдеріңізді түсіріңіз да жіберіңіз. Мен сөйтіп түсіріп жіберіп, родительский чатта кәдімгідей саламатсыз ба, мен Кабиб Ғанидың мамасымын, біздің балаларымыз бірге оқиды, сізге просто біліп жүрсін деп информация бергім келіп тұр. Мен Сибирское здоровье компаниясында жұмыс жасаймын. Осындай өнімдер бар. Өзім көрсетемін. Зубный пастада, щеткада, анауда бәрі бар, міне өзім пайдаланамын. Өте керемет. Егер де керек болса, может быть, алып жүрген шығарсыз. И мен де сол кезде көп родительницалар айтты, между прочим, біз аламыз, басқа біреуден аламыз, давай сен алайық деп маған сөйтіп айтты. Сөйтіп мен көп алып, мен до сих пор сол родительдерім әлі күнге дейін менің клиенттерім, даже скидка сұрамайды. Сол үшін арасында мен бір чай, бір зубный паста, бір шампунь сондай беріп тұрамын ол кісілерге, өздерінің кэшбэктеріне. А так бәрі менен алады. Сол сияқты көрдіңіздер ма, сіздер просто өздеріңіз жаман ойларыңызды вообще гоните отсюда. Вообще алып тастаңыздар. Жаман ойды біз ойлаймыз да, и сосын сол бізді тоқтатады. Көбінде бізді ойларымыз тоқтатады. На самом деле, это просто наши блоки. Вот бизнесқа келгенде, мен сіздерге бір нәрсе айтайын ба, бизнесқа келгенде жаман ойларыңызды алып үйренсеңіздер, сіздер бар ғой, кейін өздеріңіздің өмірлеріңізде де басқа бір жаман ойларыңызды кейін тауып алып тастап өмірлеріңізді жеңілдетесіздер. Шын айтам, осы Сайберин Wellnessқа келген кезде, мен мысалға да тек қана по бизнесу не прокачалась. Мен Сайберин Wellnessқа келіп, қазір мысалға мені делегировать етіп, менің командам жұмыс жасайды да, мысалға да, мен өзім қазір духовно развивать етіп жатырмын. Өте көп мысалға мен духовно развиваться етіп жатырмын. Почему? Потому что у меня есть время. У меня есть время смотреть на свою душу, понимаете? Баяғыда мен мысалға, баяғы жүрген жұмысымда солдат сияқты едім. Как ана машина неме, ақша табатын робот едім мен бар ғой. Зарядкаға тығып қояды телефонды, 1 сағат зарядкаға 6 сағат жұмыс істейді ғой. Сол сияқты 2-3 сағат өліп кетіп жатам, сосын тұрамын да қайттан көзімді уқалаймын да жұмысқа кетемін. Потому что оны істемесем, ертең балаларым тамақсыз қалады. Оны істемесем, менде проблема көбейіп кетеді, иә. Оны істемесем, кредитім төленбей қалады. Оны істемесем, вот поэтому да сіздерді қазір на автомате жүрсіздер ғой. Вот кейін осылай да команда құрып алғаннан кейін, вы знаете, настолько ваша жизнь как станет. Осы мен сетевойда адам духовно растет. Он не только денежно растет дегенде енді біліп жатырмын. Потому что деньги, они сами по себе идут, команда сама по себе работает. Мен Алматыға барып, бүгін Алматыда сабақ оқыған 7-8 қызды мен барып оқыттым ба, мысалы. Я там нужна была, я вообще не нужна была, по сути. Өздері оқыды, әркім өзінің командасы үшін жұмыс істеп жатыр, иә? Әркім өзін өсіріп жатыр, мысалға да. Мен сол уақытта мен өзімді духовно развиваю. Мен өзім ішімдегі осы уақытқа дейін болған, мысалға, нелерімді, жаңағы каша өмірімді реттеп жатырмын, былайынша айтқанда. У меня сейчас с мужем отношения очень хорошо наладились, да? У меня сейчас с детьми отношения хорошо наладилось. Мен кәдімгідей балаларыммен бірге мен проработка жасап жүрмін қазір. Мен балаларымның маған деген реніштері бар екен, оказывается. Я даже не знала, что я когда мен робот сияқты өліп талып жұмыс істегенде, мен балаларымның
ақшасын ауыртып жүргенімді білмеппін, оказывается. Сонда айтты ғой, мама, сіздің жұмыс істегеніңізді, сіздің біздің зато у вас все есть дегеніңізді біз түсінбейтінбіз деп та. Қазір ересек олар айтады, қазір біз түсінеміз, иә дейді да. Но бірақ дәл сол кезде біз саған қатты ренжитінбіз дейді да. То, что біздің шешеміз бізге неге қарамайды деп та. И жаңағыдай біздің папамыз неге бізді қолымыздан ұстап неге апармайды деп та. Мысалға бұлар нянямен өскен, мысалға да, орыс Лена деген бізде өскеменнің Лена деген қызбен бірге тұрды. Одан кейін Қостанайдың Алена деген қызы тұрды. Жаңағыдай сондай мен өзім няня алатын постоянно, потому что круглосуточно айттым ғой, мен жаңа телефон сияқты бүйтіп зарядкаға тығамын, өзімді 3 сағат өліп ұйықтаймын, все, одан кейін кетемін. Таңертеңнен кешке дейін ана мини-садик бар, мини-садиктің ана 2 мини-садиктің 25-25 баладан 50-нің ата-анасы миыңды ашытатын таңертеңнен кешке дейін, иә. Одан кейін ана бүйтіп қалды, мынаның мұрны бүйтіп қалды, мынаның түрсейіп бүйтіп қапты, от енді білесіздер ғой. И одан кейін жаңағы клининговый компания, түнімен жаңағыдай уборка, мысалға да, сосын жаңағы ақшадан өлген болады до такой степени. Біреу тойға шақырса, енді қолынан келетін іс қой, тойға шақырса, барып тойда обслуживать етемін, тойда обслуживать еткенде, мысалға мен 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін тауып келемін бір тойдан да, мысалға прическа жасаймын. 3 сағат тойдың алдына дейін 3 сағат барам, тез укладкаларды 1,5 теңгеден, невеста мен нені кәдімгідей оларды полное обслуживание жасаймын. И сонда мысалға 50 мың 100 мың теңге анау қалтасы сол той жасап жатқан адамның, иә, солай и от сложности, и от количества людей сөйтіп зарабатывала, иә да. Сонда соған да баратын, өзімді аямайтын. Зато мен холодильник толып тұрсын, балаларым киімдері киіп тұрсын. Сөйтіп өліп істегендегі, сөйтіп жүріп алған квартирам, сөйтіп жүріп алған машинам, сөйтіп жүріп істеген бизнестарым бәрі не болды? Bir жылдың ішінде мен бәрінен айырылдым да, 5 баламен далада қалдым, былайша айтқанда, иә. Сол сияқты, сол кезде я осознала, что это такое, да, почему, оказывается, өзімді загнала просто, да, как робот сияқты. А сетевой бизнесқа келген кезде мен 1 жыл жанымды беріп жұмыс істедім. Қалай жұмыс істедім? Алғашқы жарты жылдықта білім алдым, үйрендім осының бәрін, иә. Все, одан кейінгі жарты жылдықта уже команда өсіп кетті. Команда құрдым, иә, команданы үйреттім. Да, мен айтпаймын, мен жеңіл деп айтпаймын сіздерге, но қиын емес. Қиын это когда, знаете, қиын когда осындай күн суықта далада тұрып сауда жасасаңыздар қиын. Күн суықта сіздер вагон выгружать етсеңіздер қиын. 40 градус ыстықта, 40 градус аязда ящиктеп далада алма сатып, огурцы сатып жүрсеңіздер қиын. Бұл жерде қиын, оңай емес, жеңіл емес, но қиын да емес на самом деле. Тут просто себя надо ломать и время надо вкладывать. Больше ничего не нужно вкладывать. Зато кейін мықты команда құрып алғаннан кейін, бір 10 лидер шығарып алғаннан кейін, мысалға мен қазір, мен спокойно айта аламын, менің осы 6 кураторым, менің лидерларым. Еще менің 3 лидерім бар, который профессионал болып, кәдімгі 500 мыңдап, 800 мыңдап ақша тауып отқан, иә. Это уже через полгода они уже миллионеры. Мен уже айта аламын, мен командамда өзім сияқты миллионниктар бар деп, да, өзім сияқты машина алатқан қыздар бар уже. Менің собственный командамда, иә. Сол сияқты, вы знаете, это все можно повторить, это все можно сделать. Просто 1 жыл уақыттарыңызды беріңіздер өздеріңізге. Зато сосын бар ғой, сіздер как робот сияқты аңғармай жүрген көп нәрселеріңізді аңғарасыздар. И когда вам даже дышать будет легче, вы жить будете хорошо, вы спать будете хорошо. Сіздер ұйқыдан оянғанда королева ұқсап оянасыздар. Шынымен бар ғой, өздеріңізбен проработка жасап көрген адам ретінде мен айтам сіздерге, да. Я действительно бар ғой, қазір менің действительно басқа бір қасиеттерім оянып жатыр, иә. Мен потому что айналамды кәдімгідей, прям я сейчас поняла, что я в раю живу, понимаете? Это рай. Біз өзімізді өзіміз жаңағыдай робот қылып жүрміз просто, да, салып. А сетевой бизнес именно дает вот этот духовный рост, оказывается. Потому что менде қазір 1,5 миллион ақша түсіп жатыр. Мен оны білем, бүгіннің өзінде біз 60 мың товар айналым жасап қойдық, да. Я свою лидерскую квалификацию, она 15-не уже подтвердила. После 15 часа вообще свободно. Вообще свободно. Только собой занимаюсь, да. Енді қараңыздар, да, көрдіңіздер ме, соның бәрі мысалға, да, мен шынымен сондай ростқа келесіздер. А когда сіздер духовно растете, любой миллионер тыңдап көріңіздер. Любой. Мен баяғыда осы
Марғұлан Сейсенбайды, мен осы жаңағы біздегі миллионер жаңағы нелер бар ғой мысалға да, анау Қуаныш Шонбайды адам здесь должен тишину поймать деген кезде түсінбейтін. Қуама, осылар қайдағы тишина, холодильник пустой болса, бала-шағаң жылап жатса деп та, иногда даже ойлайтын, неге мен сонша тупая что ли была, не бір бала туып, не өзім үшін өмір сүрмегенмін деп, иә, мысалға да, өзім енді действительно мен де қиналып кететін 5 балаға жеткізу мысалға да, олар жыл сайын өседі, олар жыл сайын ақшалары да өседі ғой өздерімен бірге, иә, мысалға да, сол сияқты соның бәрі мен жаныма тимейтін, тиетін, кәдімгідей өзіме қарауға уақыт болмайтын. Да, я старалась выглядеть хорошо, потому что адамдармен жұмыс жасайтын, я старалась себя вот так держать всегда, но даже души не было у меня. Я так скажу вам, души не было. Мен робот сияқты кәдімгідей заряженный телефон сияқты жұмыс жасайтын. Себя заряжаю, экранды бүйтіп түсіріп қоямын, әдемілеп, все, и пошла-поехала, да. Ал қазір мысалға, у меня рост идет снутри. И действительно, сол миллионерлер айтады ғой, сен ішін өскен кезде, душан өскен кезде, сен қалтаң өсе береді, өзімен өзі өсе береді деп, иә. И действительно это так. Мен даже осы бүгінгі аналитикам бойынша 291 адам, бүгін уже 300-ден асады, 300-ден аса адам келген біздің командаға, иә, новый, да. Я что, их звала, что ли? Я их не звала, я даже их не знаю. Осы айда мен бір ары кетсе бір 10 адам тіркеген шығармын өзім. Оның ішінде 2-ақ партнер тіркелді. Я лично сама кәдімгідей консультация беріп, потому что мен айттым ғой сіздерге, мен осы айда, келесі айда рекрут жасамаймын, адам тіркемеймін, я буду с вами работать, с глубиной работать деп, я новичоктарымды көтеремін деп, лидер болайын деп тұрған қыздарымды көтеремін, лично буду с каждым с вами работать деп, да. И знаете, қалған мысалға 300 адамды қайдан келді мысалға? На эту энергетику все приходит. Адамдар келіп жатыр, командалық қосылып жатыр, иә, уже команда сама по себе работает. И действительно сондай мықты бизнес жасап аласыздар. Мен көп уақытым кеткен жоқ бұл жерге. Жарты жыл я разобралась, жарты жылдан кейін уже команданы үйреттім, өзім үйренген нәрсеме команданы үйреттім, все ары қарай кетті, бәрі сол, өзімен өзі бәрі жұмыс жасап жатыр. Даже если я захочу сейчас, мен бұл бизнесті тоқтата алмаймын уже. Мен қазір попробуйте, қазір мен айтам, Бағат апаға, все, Бағат апа болды, істемейсіз, болды, қайтыңыз десем қайтама, істемесең істеме, мен өзім ақ білем, өзім ақ істеп алам, бар шар дейді. Потому что ақша алып отыр, потому что денсаулық алып отыр, потому что она здесь много чего уже взяла за этот год, да, за эти 2 года. Сол үшін ол кісі кетпейді бұл жерден. Кетсе кете бер, мен өзім ақ үйреніп алам, өзім ақ істеп алам, бара бер дейді. Даже надо будет ақшасын салып, курс алып, оқып, ары қарай өзі істеп кетеді бұл бизнесті. Мен қазір кеше ғана, міне 800 000 зарплатаға шықты, кеше ғана новый салафане машина алып шыққан Анарға все перестань десем, она перестанет, она мне скажет, пошла к черту, я сама все знаю, я сама буду это делать. Понимаете? Она для себя растет. Да. Мен Марина Ковковаға шығып қазір, Марина, все, закрывай бизнес десем, жаппайды ол маған. Пошла ты к черту, я все знаю, я разобралась, істемесең істемей қал, мне нравится, өзім істеймін дейді, ол істейді. Конечно, 2 баласы қасында, аптасына 2 рет спортқа барады, аптасына 2 рет массажға барады, 1 рет баняға барады. Кәдімгідей ол айтады ғой, мен жұмысқа емес, мен аптамды демалысқа планировать етемін. Мен Марина Ковкова деген лидерім бар, мықты психолог, коуч болып алды қазір. Гүлайым қайтып, Гүлайым, болды бар, құрдыңды жай, все, жұмыс істемейсің десем, 400 000 алып отқан Гүлайым қоя ма? Қоймайды. Көрдіңіздер ме? Мен қандай лидерлар істеп алған командамда. Өздерімен өздері жұмыс жасайтын. Мен қазір Гүлжаханға айтайыншы, все, Гүлжахан, все, болды, қойып, тастай сал деп. Айтты маған, мен 2 жыл осы жерде жүріп, өзімді өсіріп, енді ғана лидерлік квалификацияны алам деп отқанда, сен не деп отырсың? Істемесең істеме, өзім істеймін дейді ол. Көрдіңіздер ме, бұл жерде қандай, да, все откуда, я вот просто хочу объяснить вам, да, все это. Сол үшін тоқтамай жасау керек. 1 жыл уақыттарыңыз алады көп болса, сосын сіздер тек қана өздеріңізді өсірумен ғана айналысасыздар. Команда өседі, ақша да өсе береді бәрі. Шынымен айтам, отвечаю, прям поверьте на слово. Просто душаларыңызды беріп, 1 жыл жұмыс істеңіздер. Болды. Енді сіздер ертең марафонға, бізде 20 күн марафон басталады. Сол марафонға мен тағы да бүгін ана 2 видеоны жіберем, тағы да қараңыздар. Сол марафонға максимально адам жинаңыздар, хорошо?
мен сіздерге көмектесемін, сіздердің жаңадан келген адамдарыңызбен мен жұмыс жасаймын, сіздер просто поддержка ретінде, как өздеріңіздің шақырған адамдарыңыз ретінде поддержка беріп адамдарыңызға қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар деп сөйтіп бірге істеп, сөйтіп нетесіздер, енді үйретесіздер, иә. А так, самый основной жұмысты мен өзіме аламын, қорықпаңыздар, мы вместе будем это делать, бірге жасаймыз, ешқандай страх болмасын, спокойно, прям спокойно жасаймыз. Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар, давайте, микрофондарыңызды қосыңыздар. Боқта ханым, мендегі ана бизнес партнерлар бар ғой, бизнес партнер болып басында келді де, одан кейін клуб 200-ден құлап қалды да, но клуб деп 100 балдарын жасап отыр өздерін, иә. Ну, бывает, что жетпей қалған. Ну, енді они стали почти что уже клиентами, иә, біреу ғана как бизнес партнер болып қалды ғой. Но все равно оларды кіргізе берем де, и олар истоки чистоты нелерін алып, уже ішіп көріп жатқан адамдар. Иә, ары қарай кіре береді ғой олар. Кіре береді олар, иә. Бұрынғы клиенттеріңіздің бәріне, иә, айтыңыздар, бізде сертификат арқылы тегін зат алуға болады. Бізде бұрынғы клиенттеріңіздің бәрін кіргізе берсеңіздер болады, олар регистрациядан өткен адамдар ғой. Ал енді жаңадан кірем деген адамдарды регистрация өткізіп кіргізесіздер, ары қарай сабақ оқытамыз, сосын ары қарай партнерстводан клиенттен партнерға қалай өтуге болады. Бәрібір 200 клубқа кіретін болса, олар өтеді ғой. Соны айтып түсіндіреміз, сабақты береміз. Сіздер во время урока ол кісілерді сразу өздеріңіздің клиентский чаттарыңызға кіргізіп аласыздар, сөйтесіздер да клиентский чаттарыңызды әдемілеп тұрып с душой от сердца жүргізесіздер, чтобы они увидели, да, что это можно спокойно делать. Пока вот мне, пожалуйста, дублируй меня, менің информациямды алда сала берші, даже өзің дауысыңды да салмай ақ қой, менің информациямды алда сала бер. Содан кейін өзіне дауысын жасап, Хорошо. Инстаграмда, ТикТокта уже өзінің дауысын жасатып үйретеміз. Пока клиентский чатқа тупо сіздер жібере берсін. Иә? Хорошо. Ұқтым. Рахмет. Прям максимально жеңіл қылып жасаймыз. Максимально жеңіл, чтобы ешкім жаны қиналмайтындай. Прям от самого простого, вот так к сложному, білдірмей апарамыз. Андай қылып, өздері білмей қалады, қалай профессионал болып кеткендерін. Постепенно от самого простого к сложному будем так. Амин. Амин, айтқаның келсін. Рахмет. Все, мен болдым, давайте сұрақ қойыңыздар. Бес минут уақытымыз бар. Бүгін біз кездестік Алматыда. Гүлжаханмен, Сағадат ханым, Гүлжахан ханым күшті болды. Үйретті бізді Сағадат ханым. Айқайлап қояды арасында. Біз белой завистью қарап отырдық сіздер не істеп отырғандарыңызды. Күшті болды, тамаша. Ғалия келді, молодец. Келді, кетті, әдем болып кетті, Ғалия. Мойны шығып, бүйтіп. Енді керемет бұл жерден бәрін алып келіп, тағы духи алдым. Керемет духи сатып алдым. Бір қадымды білмей жүрсің бә дейді маған. Кім Сағадат шығып жатыр. Жоқ, күшті үйретті. Тамаша үйретті. Мен сіңілім келді. Сөйтсе айтады, бүйдейді. Ана Инстаграм толтырады, Сағадат көз бақырайып кетті. Менде 200 мың табамын деп жазып қойғам ғой Инстаграмда. Сөйтсем, Роза ұрсат, мен сіңілім үшін жақында келді, медсестра. Зачем, Бағдат? 200 мың тегімен жүрсің, мен миллион табамын дейді. Өлдік қой, миллион деп жазып қойды. Сәлеш. Вот. Жетеді. Сізге 2 миллион деп жазу керек, вы что, озып кетті ол сізді? 5 миллион. Сағадат көзі бақырайып кетті. Сөйтіп, оны дәлелдеу керек қой. Миллиард сұраңыздар, миллиард. Миллиард? Кім айтып жатыр? Мен енді Ақботақанды постоянно айтамын, осындай біздің басшымыз болғанға көп рахмет айтамын. Сенің тағдырың бізге сабақ. Біз сол үшін алға жүреміз. Бәрімізде де оңай емес. Әркімнің өзінің тағдыры бар, бірақ осы бизнесті алға жүргізуіміз керек деп ойлаймын.
иә әйтеу бір жаңағы жолымыз болады, ол алла тағала бізге береді. Иә біз зато адамдарға көмектесіп жатырмыз адамдарға. Осындай өнімдерді ішу керек, бизнесті жасау керек екенін дәлелдеуіміз керек. Вот сол. Біз ешқандай арамдық ойлап жатқан жоқпыз. Менен Мақпал көріп отырар, Мақпал деген Ғали апаның несі, жаңағы келіні. Бағдат апаның секреті. Біліп алдым, мен айтып қойын ба бәріңізге? Не туралы? Қалай 5 мыңға шыққанын біліп қойдым ғой мен. Да? Әркімге звондап, сен менен бұрын өлесің, осы өнімдерді ішпесең сөйтіп жүресің, ақшаң болмайды, сөйтіп қартайып быт-шыт болып жүресің, әжім басып кетесің деп айтады екен. Сөйтіп ана кісілер қорыққаннан кәдімгідей кіріп жазылып продукт салып түсіп жатыр екен. Сіңілдерме ғой, сіңілдерме. Ол айтады, бірінші ана бақыт өледі дейді, содан кейін Бағдат өледі дейді. Мен айтамын, сен бәрінен бұрын сен өліп қаласың, мына тұрмен тез жазыл дедім ғой. Содан медсестра сіңілім ғой, мынада жаңа бағана зубный паста сатып алды ғой. Адамдар ана нелеріне, клиенттеріне сатады, ана несіне. Медсестра ғой, уколды салады ғой, сол адамдарға. Мен айтамын, сен магний, кальций алмайсың ба? Соны сатсайсың. Укол саған көтендеріне корень, живокостың анау простойын алсын, укол саған жерге күшті көмектеседі. Жақсын соны. Айтам. Так что сен непростой жолмен, керемет қиналған жолмен жүрсең де, Ақбота ханым, сен саппер боласың биыл. Сен артынан біз ереміз. Мен бағана жазып, сағадат түсіндіріп жатсам, ішіме бүйтіп жазып жатырмын ғой. Саппер боламын, мен де Ақботадан қалмайын деп жазып қойдым. Я сіздің дайын адам екен ғой, бизнеске дайын адам екен ғой, бәрін біледі, продажа жағын қатырады екен. Құда қаласа боласыз. Гүлжаханның түрі әдемі, Гүлжаханның түрі еді ғой. Мен жамайшым жоқ.